Шындық кейде қалың арпа ішіндегі бір бидай. Неге әлемдік қозғалыста жұрттың көбі тыпыйбай? Ұлтсыздыққа кім қарсылық көрсетпесе қырғидай, ондайлардың бүгінгі аты Ырбигүл мен Жырбибай. Мен бүкіл жер шарын аралап шыққан адаммын. Бүкіл жер шарында мен бармаған мемлекет жоқ. Мен арағын ішпеген ел жоқ. Бірақ менің арағым су екенін бәріңіз білесіздер. Мен арақты еліме тигізіп көрмеген Қазақстандағы жалғыз ақын екенмін. Мен жаңа айттым ғой, жер шарында мен бармаған мемлекет жоқ. Және мен осы менің тағы бір нашар қасиетім, мен темекіні еліме тигізіп көрмеппін. Арақты да еліме тигізіп көрмеппін. Мұхтар аға, ана өлеңді оқып жіберіңізші, өлең құрау деген. Мен бастағым бір өлең құрау деген өлеңді оқы деп отыр. Өлең құрау ақындықтың көп қырының бір қыры. Тек сол үшін оны ардақтау, жөндеу әм күлкілі. Дәуіріне, билігіне саналған мен алымды, ұлтын сатқан ақындар бар, бірақ жыры арынды. Елдігі жоқ, аузы ғана белселер. Сөзден ісі алшақ жатса, оған қалай елселер. Неге бүгін ұлт мүддесі науқасында кеңселер. Мұндай шақта ақындық күш тек шындық бөлушілер. Шындық кәусар ақындыққа болу керек асылан, шындықты айтып Ермағанбет айырылған басынан. Ақындар аз, сын сағатта сөзден ісі сорайған. Десек тағы Абай қашан жол іздепті оңайдан. Ел ұлт жайылыстарымен, жыры биік тұрғанымен, ісі жүгімен Махамбетті биік қоям Абайдан. Бұл ақындық ұстанымым қалыптасқан талайдан. Шындығы жоқ пенделерді басар уақыт көшкіні. Даңққа мойын созғанымен, тұнды өлең жазғанымен, шындық өлген ақындардың ақын емес ешбірі. Шындық өлген мінезсіздік болмақ кімнің мақсаты? Қазір барлық салаларды мінезсіздер қаптады. Басшыларға жағымпаздық бұл кезеңде тарағыш, содан ақын сымақтардың көбі түрге жалағыш. Шыншыл ақын, неге Абайда 5 әйел бар, ал Пушкинде 113 қыз келіншек тұсынан шуақшыша қоршаған. Дон жуанық емес пе бұл, аңсағаны соған. Шындық кәусар ақындық. Шыншыл ақын болу деген, шыншыл ақын болу деген. Шыншыл ақын болу деген азаптың ең азабы. Сол азапқа төзе білу ғажаптың ең ғажабы. Ұшан теңіз алғысымды тағы білдіремін. Енді бата берейін. 124 мың пайғамбар, 33 мың сахаба, 99 машайықтың аруағы. Қайбата, қазата, сайрамда бар сансыз бап, Түркістанда зұлым бап, ең үлкені арыстан бап, әулие білердің аруақтары қолтасын. Осында қатысып отырған адамдардың бәрінің болашақта жұлдызы тек шындық биігінен жарқырай берсін. Елдік ұлттық мүдде биігінен, рухани парасат биігінен, рухани әділдік биігінен жарқырай берсін. Бар кезде шындық биігінен басқыза білейік, сол шындық биігінде жолға білейік. Әумин.